Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге аффективті респираторлы приступ жайында ақпарат бермекшімін. Аффективті респираторлы приступ дегеніміз балаларда 1 жас пен 5 жас аралығында болатын теріс эмоционалды жағдайдан кейін балада тыныс алуының 15-20 секундқа дейін тоқтауымен және содан кейін бала естен танумен немесе құрысу, яғни тырысуларының болуымен сипатталатын эпизод. Бұның себебі қандай? Бірінші себебі генетикалық тұрғыда, яғни егер баланың ата-анасында осындай приступтар болған болса, онда балада мұндай приступтардың болу мүмкіншілігі жоғарылайды. Екіншісі темір тапшылықты анемия. Егер балада темір тапшылықты анемия болатын болса да, осындай приступтардың болу мүмкіншілігі жоғарылайды. Аффективті респираторлы приступ қалай көрінеді? Балада қандай да бір теріс эмоционалды жағдай болады. Яғни бала ашуланып, ызаланып, ата-анасы айтқан істемей қою мүмкін. Осындай жағдай болады. Сосын бала қатты соған ашуланып жылайды. 1-2 рет дауыс шығарып жылайды. Содан кейін балада тынысы 15-20 секундқа тоқтап қалады. Сосын бала көк кембет немесе ақшыл, аппақ болып кетеді, яғни бұл қан жүрмеген сияқты. Одан кейін баланың дауысы шығып, яғни тыныс алуы қайтадан қалпына келіп, бала естен танып қалуы мүмкін, немесе балада тырысулар болуы мүмкін. Яғни бұл 1-2 минутқа созылады. Міне бұл аффективті респираторлы приступ деп аталады. Аффективті респираторлы приступ бала үшін қатерсіз болып келеді, яғни қауіпті емес. Бұл қандай да бір аурудың белгісі емес. Және де көбіне бұл сау балаларда болады. Емдеуді қажет етпейді. Сондықтан да невропатолог іздеп, баланың басын УЗИ-ға түсіріп, КТ МРТ-ға түсіріп қажеті жоқ. Бұл өздігінен баланың 5-6 жасында өздігінен басылатын жағдай. Яғни бұл баланың мінез құлқы болып табылады. Яғни истерика былай айтқанда. Бұл кезде біз балаға көмек көрсете аламыз. Қалай? Бала осындай приступтар балада басталып келе жатқан кезде баланың көңілін басқа жаққа аударуға болады. Ойыншық беріп, басқа бір нәрсе көрсетіп дегендей баланың бүкіл назарын басқа жаққа аударамыз. Екінші, баланың бетіне енді приступ басып келе жатқан кезде баланың бетіне уф деп ауа үрлейміз. Немесе кез келген нәрсемен баланың бетіне қарай желпісеңіз болады. Үшіншісі, баланың маңдайына сулы, яғни дымқыл, салқын дәкені қоюға болады. Міне сол кезде баланың көңілі басқа жаққа бұрылып, балада бұл приступтардың алдын ала аласыз. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.